Алматы жолаушылар көлігі және технологиялар колледжі сызу пәнінің оқытушысы Жанту Қымбат Төлеуқызы. Бүгінгі видео сабағымыздың тақырыбы қималар мен тіліктер. Сабақтың мақсаты білім алушыларға қима мен тілік туралы түсінік беру және білімдерін толықтыру, олардың түрлерімен таныстыру және де басқа да мәліметтермен бөлісу. Қима дегеніміз не? Қима деп затты бір немесе одан да көп жазықтықпен ойша қиылғаннан шыққан фигураның кескінін айтады. Қима орналасуына қарай екіге бөлінеді: оңашаланған және қабаттасқан. Материалдарда қиманың белгіленуі, яғни металда, металл еместе, ағашта қиған бөлігі қалай белгіленуі керектігі сіздерге көрсетілген. Тілік деп бір немесе бірнеше жазықтықпен ойша қиылған заттың кескінін тілік деп айтады. Суретке қарасаңыздар, тіліктің қалай тілінгені көрсетілген, және де сызбада тіліктің қалай орналасуы, қалай белгіленуі нақты көрсетілген. Тіліктің түрлері екі түрі бар: бірінші қарапайым тілік, екінші күрделі тілік. Қарапайым тілікке қарасаңыздар, яғни бір жерден ғана, нақ ортасынан ғана тілінген. Ал күрделі тілікте шеңберлер көп және де оны үш жерден тіліп көрсеткен. Қарапайым тілік деп тек бір қиюшы жазықтықтың көмегімен алынған тілікті айтады. Қарапайым тіліктер: бірінші фронталь тілік, яғни детальдің төбесінен қарағандағы көрінісі. Екінші профиль тілік, детальдің сол жақ көрінісі. Үшінші горизонталь тілік, яғни детальдің алдынан қарағандағы көрінісі көрсетілген. Тіліктің орындалу ережелері: деталь қай жерден тілінді, соның тілінген жерлерін үзік-үзік сызықтармен белгілеп және де ұзын сызықтар арқылы көрсетілген. Тілікті қалай белгілейміз? Жүргізілген жазықтық шартты түрде тіліп өткен модельдің немесе тетік бөлшектің қабырғаларын негізгі жазудың горизонталь сызықтарына 45 градус жасай отырып жіңішке сызықтармен сызылады, және олардың арақашықтығы 10 және 1 мм арақашықтықта сызылады. Егер сызбада бірнеше тілік орындаса, олардың барлығы бірдей сызылуы керек. Бүгінгі тақырыбымызға байланысты сіздерге бірнеше сұрақтар. Қима дегеніміз не? Тілік деп нені айтамыз? Қандай тіліктер болады? Қарапайым тілік дегеніміз не? Неге байланысты тіліктер вертикаль, горизонталь, көлбеу болып бөлінеді? Вертикаль тілік дегеніміз не? Осы сұрақтарға нақты жауап береміз. Және де сызбада жіберілген қателерді тап. Сіздерге суретке қарасаңыздар, детальдің қатесі табу керек. Соны көрсетіп, айтып берсеңіздер. Және де үш түрлі деталь берілген, оның вертикаль, горизонталь және профиль жақтары араласып кеткен.
яғни сіздер берілген тапсырманы сәйкестендіріп көрсетіп сызасыздар. Және де үйге тапсырма берілген тетік бөлшектің қимасын орында. Сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.